Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстанда халыққа коронавирусқа қарсы Pfizer вакцинасы салына бастады. Денсаулық сақтау министрлігінің 16 қарашадағы мәліметі бойынша елде екпенің бірінші дозасын 1560 адам алған. Сейсенбі күні денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Pfizer вакцинасын ақылы түрде салу мүмкіндігін қарастыратын қаулы әзірленіп жатқанын хабарлады. Бұл екпені алғандардың көбі Алматыда тұрады. Бұған дейін қалада 1152 адамға Pfizer вакцинасы салынған. Қазақстанда тіркелген 6-шы екпе Pfizer вакцинасының алғашқы партиясы Алматыға 10 қарашада жеткізілген. 12 қарашадан бері салына бастады. Ол вакциналар жасөспірім балаларға 12 жас пен 18 жас арасында және жүкті әйелдер 16 мен 37 апталық жүктілік арасында. Босанғаннан кейінгі 42 күннен асқан омырауда немесе ана сүтіндегі балалар бар, ем үзіп жүрген балалар бар, 2 жасқа дейін шамасындағы балалар бар әйел адамдарға жасалынады. Вакцина білім мекемелері мен екпе пункттерінде салынып жатыр. Бұған дейін денсаулық сақтау министрлігі балаларға ата-анасы немесе қамқоршысының рұқсатымен ғана екпе салынатынын хабарлаған. 16 қарашада денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Pfizer вакцинасын ақылы түрде салу мүмкіндігін қарастыратын қаулы әзірленіп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, премьер-министр Асқар Мамин ұсынысты қолдаған. Әзірге вакцина құны белгісіз. Бұдан бұрын үкімет ресейлік Спутник V екпесінің 2 дозасын елге алып келуіне $26 жұмсалды деп айтқан. 17 қарашада Жамбыл облысында боран кезінде бір жасөспірім жеке меншік үйдің шатырынан құлап мерт болды. Бұл жөнінде облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Қайғылы оқиға Жалпақтөбе ауылында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша 2004 жылы туған жасөспірім бораннан бүлінген шатырды жөндеу үшін үйдің төбесіне шыққан. Жел оны жерге құлатып, жасөспірім жедел жәрдем келгенше көз жұмған. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше дауылдан зардап шеккен 53 адам медициналық көмекке жүгінген, 10 шақты адам ауруханаға жатқызылған. Олардың дені терезелердің, ағаштардың, қақпалардың сынуынан зардап шеккен, науқастардың басы, аяқ қолы зақымданған деп хабарлады басқарма. 17 қарашада түнде Жамбыл облысында қатты боран соқты. Төтенше жағдай жөніндегі департамент мәліметінше желдің жылдамдығы секундына 32 метрге жеткен. Дауылдан облыс орталығы мен ауылдарда инфрақұрылым бүлінді. 15-17 қараша күндері пандемиядан кейінгі жаңа әлем атты тақырыппен Астана клубының 6-шы отырысы өтті. Клуб жұмысы жаһандық қалыпқа келудің тәуекелдеріне арналған сессиямен басталды. Сарапшылар COVID-19 вирусы мутацияланып жатқан жағдайда жаһандық эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру мәселесін талқылады. Халықаралық сарапшы Жұмабек Сарабековтың айтуынша, осы жылға Астана клубының негізгі мақсаты пандемиядан кейінгі Қазақстан экономикасын қалпына келтіруге байланысты мәселелерге шешім іздеу. Бұл жерде Астана клубының жұмысы тек осы 3 күнде ғана 3 күнмен ғана шектелмейді. Астана клубы аяқталғаннан кейін де мысалға айтылған пікірлерді біз арнайы сараптамалық құжаттар дайындап, мысалы үкімет органдарына немесе жалпы президент әкімшілігіне жалпы басшылыққа жібереміз және ол жерде нақты рекомендациялар болады. Осы жерде талқыланған мәселелер бойынша Астана клубы отырысының соңғы күні сессияға қатысқан елдің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Ауғанстанға азық-түлік көмегін ұлғайтуға дайын деп мәлімдеді. Ол Ауғанстандағы жағдайды бірігіп реттеу маңыздылығын атап өтіп, бұл процеске Қазақстан елеулі үлес қоса алады деді. В этом контексте возрастает актуальность моей идеи о создании в Алматы Международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизм ООН увеличить объемы поставок продовольствия афганскому народу. Здесь должно активно действовать и созданное в Казахстане агентство международного развития КазАID. Қазан айының соңында Қазақстан билігі Ауғанстанға 5000 тонна ұн жіберуден басқа көмек беру мәселесін қарастырып отырған жоқ деп мәлімдеген. Қазақстан жоғарғы соты 2005 жылы 15 наурызда Талибан қозғалысын террористік ұйым деп танып, қызметіне тыйым салған. Ауғанстан билігін басып алған ұйым 7 қыркүйекте жаңа үкімет құрамын жариялаған. Астана клуб халықаралық мәселелерді талқылауға арналған пікірталас алаңы. Ресми ақпаратқа қарағанда оған әлемнің 27 елінен 60 адам қатысқан. Оның ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы қоры және әлемдік экономика және саясат институты деп айтылады. Қазақстанда 540 мың адамның кемінде 90 күн өтелмеген несиесі бар. Олар банкке 354 миллиард теңге қарыз.
16 қарашадағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Президент қыркүйек айында 5 адамның өмірін қиған қоғамды дүр сілкіндірген Ақбұлақтағы атыс туралы пікірін айтып, барлық даулы мәселелер заң аясында шешілуі тиіс деді. Это преступление, которому нет никакого оправдания. Мы живем в правовом государстве, в котором все спорные вопросы должны решаться в строгом соответствии с законом. Вершить самосуд никому не позволено. Эта трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенства и непрозрачности, изъятия, реализации и неадекватной оценки банками заложенной недвижимости. Оның айтуынша, қаржы секторына зиян келмейтіндей қарыз алушыларды қолдау мақсатында салмақты шаралар қабылдау керек. Оның айтуынша, егер кепілге алынған мүлікті сату кезінде оның құны негізгі қарызды өтемесе, онда қалған қарыз кешілуі тиіс. Бұл кіріс ең төменгі жалақыдан 2 есе аспайтын басқа мүлкі жоқ азаматтарға қатысты. 20 қыркүйекте Алматы түбіндегі Ақбұлақ шамдауында Игорь Джунов есімді ер адам үйден шығару туралы сот шешімін орындатуға келген сот орындаушыларына, учаскелік полиция инспекторлары мен төтенше жағдай департаменті қызметкерлеріне оқ атқан. Атыстан 5 адам, 2 полиция қызметкері, 1 сот орындаушы және үйдің жаңа иесі мен оның досы қаза болған. Оқиғаға байланысты адам өлтіру және билік өкіліне күш қолдану бабы бойынша 2 қылмыстық іс қозғалды. Бұл оқиғадан соң елде екінші деңгейдегі банктердің жоғары пайыздық мөлшерлемесі, азаматтарды жалғыз баспанадан айыру, әділетсіз сот шешімдері сияқты мәселелер қайта көтерілді. Вашингтон уақытымен 15 қараша кешке, Пекин уақытымен 16 қараша таңертең ақш президенті Джо Байден мен Қытай басшысы Си Цзиньпин онлайн кездесті. Екі ірі держава басшыларының диалогы 3 сағаттан астам уақытқа созылды. Екі басшы Тибет, Гонконг, Шыңжаң мәселесін талқылаған. ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысы да айтылған. Пекиннің демократиялық Тайвань аумағына қол сұғуы да сөз болған. Қытай коммунистік партиясының адам құқығын бұзуына да назар аударылған. Сарапшылар 2021 жылы қаңтарда Джо Байден Ақ үйге келгелі 1-2 басшының алғаш рет ұзақ сөйлескенін айтып отыр. Ақ үйдің келіссөз қорытындысы жөнінде таратқан мәлімдемесінде ақш өз мүдделері мен құндылықтарын бұдан әрі қарай да қорғай беретіні жазылған. Вашингтон одақтастары мен әріптестерімен бірге 21 ғасырда ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге күш салады. Америка дауысы сайты Байден Тайвань бойынша алдыңғы мәлімдемесін сәл жұмсартқанға ұқсайды деп топшылайды. Мәселен, Ақ үй ақш бір Қытай саясатын қолдайды. Тайвань тәуелсіздігі мен Тайвань бұғазына бейбітшілік пен тұрақтылыққа нұқсан келтіретін бір жақты әрекетке қарсы деп мәлімдеген. Вашингтон мен Пекин арасында жағдайдың бірнеше жылдан бері ушығуы өзге мәселелермен қатар сауда, киберқауіпсіздік, адам құқығы, оның ішінде Шыңжаңға түркі тілді халықтың қудалануы мәселелерімен байланысты. Екі ел басшысы бұған дейін соңғы рет қыркүйек айының басында телефон арқылы сөйлескен. Ол кезде де Джо Байден ақш екі ел арасындағы қақтығысқа ұласып кетпейтіндей, дені дұрыс, жауапты бәсеке болғанын қалайтынын айқын жеткізген. Апта жаңалықтары осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақтnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше.